Кешегі Дауд алейхиссаламның қиссасына келетін болсақ, естеріңізде. Дауд алейхиссалам өзінің ғибадат қылып атқан уақыты еді, михрабта. Ғибадат қылатын уақытында кісілердің алдына жаңағы кісілердің хақысымен шұғылданбайды. Өйткені ертең барып күндіз сол кісілердің хақысымен шұғылданады. Ол кісі төрелік жасады ғой. Жаңағы даушылар келеді, біздің таласып қалған адамдар болады, солардың жаңағы төрелік жасап дауын шешіп береді. Оның өз уақыты бар, ғибадаттың өз уақыты бар ол кісіде. Сол ғибадаттың уақытында кіріп келді олар. Олар біледі ғой, ертең күндізге дейін күтуге болады деген нәрсені. Түсіндіңіз ба? Бірақ олар ғибадаттың уақытына кіріп келгенін айтады Алла Тағала. Бұл жердегі құрмет жамағат, біздің біреуіміз кейде мына білім алып жүргеннен кейін жеке өз басымыздың ақыретімізбен ғана шұғылданамыз да, тұйықталып қаламыз. Сөйтіп жақсылығымыз, көмегіміз, жігеріміз басқаларға шықпайды. Тек өзімдікі дұрыс болса деген нәрсе. Мысалы, Алла Тағалаға құлшылық қыламын деп, адамдардың хақысынан көмектеспесеңіз, қарайласпасаңыз, бұл құлшылықты алыс қалып бармайды, құрмет жамағат. Бір мысал, Сахих Муслимда келтіреді, мысалы қарап тұрсаңыздар, Сахих Муслимда келтіреді, Абу Рифаға деген сахаба. Сол кісі басқа бір елден келеді, исламды енді үйренейін деп тұрған кезім еді дейді. Сонда жаңа Сахих Муслимда айтады, интахиту иля Расулиллахи саллаллаху алейхи салам ва хуа яхтубу. Мен келген кезде сапардан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам адамдарға хұтпа оқып тұр екен дейді. Қараңыздар жағдайды, таңғаласыздар қазір. Адамдарға хұтпа оқып тұрған дейді. Фахулту, сөйтіп мен айтып қалдым дейді. Я Расулаллах, я Аллахтың елшісі, раджулун ғариб, мен бір басқа елден келген едім мына жерге. Ясәлу ан динихи, дінім жайында сұрағым кеп тұр. Ла ядри ма динуху, мен білмеймін менің дінімнің не екенін. Біліміз деп отыр. Мен білмеймін дінім туралы ештеңке. Дінім туралы сұрағым кеп, басқа елден сол үшін кеп тұрмын деген. Сонда қараңыздар. Фа ақбала Расулуллахи саллаллаху алейхи салам хатта интаха илайя ва утия би курсиин фа қағада алейхи фа алламани бима алламахуллах. Сонда айтады жаңа кісі, хұтпасын үзе салды дейді. Мындай нәрсені көрдіңіздер ме? Қараңыздар, қаншама халық отыр мына жерде. Бұл халық маңызды емес қазір. Анау білмей тұрған адам маңызды. Бізде осындай нәрсе бар ма? Сонда қараңыз, хұтпасын үзе салды да маған қарай бет алды дейді. Маған қарай бет алып кеп қасыма келді. Астына орындық алдыртты дейді. Орындық алдыртты деген сөз, ұзақ отырды деген сөз. Содан Алла Тағаланың өзіне үйреткен нәрсесінен маған үйретті ғой дейді. Муслимнің сахихында келгенде бұл, өзіңіз ойлаңыз. Маған үйретіп болғаннан кейін фәәтә хұтбатаху, сосын хұтпасына келді де фәәтәммә ахираху, хұтпасын аяқтады дейді. Көрдіңіз ба? Мысалы, бір адам келіп сұраған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір адам келіп сұрайды, Абдулла ибн Аббас жеткізген риуаятта. Сонда айтады, жаңа кісі сұрайды, айю наси ахабу илаллах ва айюл ағмали ахабу илаллах. Екі сұрақ қояды ол кісі. Бірінші сұрағы, адамдардың қайсысы Аллаға сүйіктірек дейді. Өзімізге іздеп отырайық. Адамдардың қайсысы Аллаға сүйіктірек дейді. Екінші сұрағы, амалдардың қайсысы Аллаға сүйіктірек дейді. Енді жауабына қарасаңыз таңғаласыз. Жауабы не істейді? Екі сұраққа екі жауап бермейді. Екеуін біріктіріп жібереді. Неге деген кезде, жаңағы адамдардың жақсысы мен амалдардың жақсы деген сұраққа, амалыңды адамдармен байланыстыру керексің дейді. Сонда айтады, ахаббу наси илаллахи анфаухум линнаси. Адамдардың ең сүйіктісі дейді Аллаға, адамдарға ең пайдалысы дейді. Якшифу анху курбатан, ол барады да жаңағы адам бір бауырының басындағы қиыншылықты алып тастайды дейді. Ва яқди анху дайнан, оның қарызын жауап бере салады дейді, шамасы келіп жатса. Ва ятфағу ятруду анху жуан, қарны аш болса аштығын қуып тамақтандырып жібереді дейді. Сосын мынандай керемет сөз айтады, таңғаласыздар да.
لأن أمشي مع أخ لي في حاجة. Мен дейді, бауырыммен бірге жүруім дейді, соның қажетінде. Қараңыздар, қандай нәрсе? Қараңыздар, қандай нәрсе? Соның қажетінде бауырыммен бірге жүруім дейді, соны шешіп аяқтағанша. Қараңыздар, ниет. Ахаббу илайя, сүйіктірек маған дейді. Неден, я Аллахтың елшісі деп сұрасақ, min an a'takifa fi masjidi haza shahran. Мына Мединадағы мешітімде бір ай ихтикаф жасаудан дейді. Көрдіңіз бе, құрметті жамағат? Біздің жақсылығымыз сыртқа көп шықпайды, жеке басыңның ақыреті. Мысалы, мешітте отырып, егер зікір жасап отырсаңыз, таңғы зікір жасап отырсыз ба, бір зікір жасап отырсыз мысалы. Сосын біреу келіп, бауырым, маған көмегіңіз қажет болып тұр, мені көтеріп жібересіз ана жерде. Мен зікір жасап алайыншы қазір, кедергі жасамашы деген. Осы нәрселердің арасын дұрыстау керек. Сіз ол зікірді ең бастысы күнде жасап жүрсеңіз, ең маңыздысы сол. Ал бір уақытта оны Алла ғой алып келген бауырыңды. Егер ол бауырыңды бір жаман нәрсеге шақырып жатса, ол шайтан алып келді да, а егер де ол қажетімен келсе, онда оны Алладан басқа ешкім әкелген жоқ сізге. Сіз соны түсініңіз. Нәрселердің арасын дұрыс ұстануды үйрену керекпіз да біз. Бұл Дауд пайғамбардан жаңа қиссасынан алатын өзіміз үшін пайда. Мысалы, маңызды пайда. Сүлейменнің пайдасында, Сүлейменнің қиссасындағы пайдада жаңағы ғибадатты дүниеден артық қою. Түсініңіз ғой? Ешбір дүние, ғибадаттың уақыты келген кезде, ол намаздың уақыты ма, ол немесе өзіңіздің жаңа тұрақты істеп жүрген бір зікіріңіздің уақыты ма, таңғы немесе кешкі, немесе өзіңіз белгілеп қойған бір уақыт бар. Аптасына осындай күні осындай сағатта Құран оқитын, немесе жаттайтын. Сол уақыттарда қандай да бір дүние келсе, дүние не істеледі? Итеріп тасталынады. Өйткені ол уақыттар сіз үшін қасиетті уақыттарда, қастерлі уақыттар. Ол уақыттарды, жаңағы зікірдің, Құран оқып отқан уақытты тек үзе аласыз, егер бір адам келіп қалса, көмектесесің ба деп. Түсіндіңіз ғой? Осы нәрселердің арасы, жаңағы арасы дұрысталып үйлесімді болу керек әрбір құлшылықтың.